Кем? Құланым, Қарасаз деп аталатын ауыл. Туған жылың? 1931 құрдасымын Шәмілдің. Жынысың кім? Еркекпін ғой, еркекпін, және дағы тәуірмін. Партияда барсың ба? Жоқпын. Шыққан тегін? Шаруамын, бар тірліктен бағалуын санаймын. Білімінше? Орташа ғой, алайда оны жоғарға балаймын. Ана тілін? Қазақша, қысылғанда орысша да немісше тағы бар. Қайда істедің? Мына еңбек кітапшамнан танып ал. Оқымаған, дипломсыз демесең, бір басыма бар мамандық табылар. Міндеттісің бе әскерге? Міндеттімін. Біздің әлі жас кеуде, жауынгердің ұлымын ғой жанын қиған Мәскеуге. Сөгіс алып көрдің бе? Бұл жағынан пештерін дей алмаймын мен де. Ойлы қырлы болады ғой бұл өмірден өзгету. Ол өзі бір еншіс ғой, ездің әрі ердің де. Мекен жайың? Мекен жайым. Мекен жайым жер менің. Жерде жүрген ақын деген пендемін. Қалам, қағаз, уақыт бер тек аздаған. Мен өмірді жырлау үшін келгенмін. Жақсы, бәрі де түсінікті болды. Қазір жаттыма мексина жазып кетесің. Апырай, аурухананың темір төсегіне жетімсеп жатқанда өзім келеді деп ойлаппын бар. Әлің қалай мұқтайлы? Шәміл-ау, қай жайымды білсең еді, білмеймін қайтерімді кім сенеді. 17-інде өшіріп алған отын, қайтерем қайтаға жүрсе мені. Бір ретке ұшырадым бұл күнде мен, қоштастым сауығыммен, күлкімменен. Жүрегім жерік болған жағдайы бар, бір пәле жатыр білем бүлкілдеген. Анталып ыңқылменен, күңкілменен, жеткізіп айту қиын құр тілменен. Қазір маған 20 керек болып, алдымда хор қызын тіркелмеген. Ойласам, талай-талай қыр басыппын, досым деп доңызбен де мұңдасыппын. Шәміл-ау, қалың достан қалған сенен, қайтемін ғашықпын мен, шын ғашықпын. Сол күндер ғой жүректің аңсағаны, соған шөлдеп айызым тамсанады. Өкініш пе білмеймін қуаныш па, өз-өзімнен жүрегім ән салады. Әнсіз өмір өмірме қаңсымай ма? Өзегіңді өртеп тек жаншымай ма? Махаббатқа арнап бір ән шығарсын. Шәміл-ау, шәмші қайда, шәмші қайда? Шәмшіге айт тағы да бір таңдандырсын. Жандандырсын, жүректі жандандырсын. Мәңгі өлмес махаббатым айта жүрер. Мәңгі өлмей тұрған ән қалдырсын. Айналдым жазылмасқа. Күрей тұғын түгім бар жазым бассам. Бүгін менен сауықпен сайран қалған, жайында жырда қалған жазылмастан. Жоқ, сізге палатадан шықпақ түгіл ойыңыздан қозғауға болмайды. Дертіңіз өте қауіпті. Сізге айтатын хабарым бар. Ертең сізді операция столына жатқызып, сау адамның жүрегін салады. Уайымдамаңыз. Ертең-ақ құлан таза жазылып, бұрынғы 25-іңізге қайта оралатын боласыз. Жоқ, дәрігер, орнатпа басқа жүрек. Басқа лепіл жасама басқа леп. Қалай айтам бүлінген жүрегімді білдірмей тоқтыра бастады деп. Өңгеріп өгей жүрек қайда барам? Өзген оғылын қайтып пайдаланам. Сыйына рахмет қайран адам. Өзімнің жүрегімде қайда маған. Алмастырам дедің ол, алмастырам. Сірә менің жылызым жан бас бұдан. Өзімнің жүрегімді желекпетіп, өзгенің ғылын қалай пайдаланам. Туған жүрек өлгенмен несіне? Туған жүрек әрине өлмесін бе? Жоқ, дәрігер қозғама дамылдасын. Әрбір өзінің кеудесіне. Өзімнің есебімде, мен биыл дәл 40-тың 5-еуінде. Кім біледі қалған өмір неше жылға жетер, неше күнге. Ұмыт болып есебіңде, өсегіңде, ұйықтап кетсем болғаны төсегімде, 40-тың 5-еуінде. Адал едім артынан арам болдым, адам едім надан болдым. Жиылып бұл жалғанның жамандығы, ақыры маған қонды жаман болдым. Айтыңдар қайсысың бар ардақтаған, таразыға тең қойып салмақтаған. Басылған маңдайыма қарғыстан бар, жауға жан батпаған. Жапалақ емессің мен жалпақтаған, қыранның мен ек көзін қан қаптаған. Осыдан соң-ақ қазақтың бір туар ұлы, ақиық ақын, өлең өлкесінде өзіндік ізін даралап, өлмес жырларын жұртына сыйлап, 45 жасында бұл фәнімен қош айтысып кете барды. Бұл біздің келгеніміз ақиық ақын Мұқағали Мақатаевқа арналған мұражай. Мынау ақынның бізге қалдырып кеткен мәңгі өлмес мұралары. Ал келесі бөлмеде бұл ақынның тұтынған заттары орналасқан. Мұқағалидың күнделігі 12 ақпан 1976 жыл.
ескі ауру, аурухана, емделу. 11 қаңтардан 5 ақпанға дейін. Ауруым менің оңай болмаса керек. Егер дәрігерлер диагнозы дұрыс қойған болса, онда мені тек бір сиқырлы күш қана сақтап қалады. Бұл жолы шынында да ауру екенімді мен өзімде ұғындым. Қатты жүдедім. Көңіл күйім нашар. Шаршадым. Бүкіл өне бойым сырқат. Менің таңдамалым өз келісіммен өмір дастан деген атпен кетті. Ауруыма байланысты версткасында соңғы оқырында өзім қарай алмадым. Қалай болып шығарын білмеймін. Бір сөзбен айтқанда, байғұсты тағдырдың қолына бір жолы тапсырдым. Өз әріптестерімнің менің шығармама қалай қарайтындарын тым жақсы білемін. Кез келген сылтау тауып, олар мені құпиялап, бір іліп қалуға дайын тұрады. Жартысын ауруханада, жартысын үйде, мұна тұсын, ана тұсына дейін түгел жазылған 4-ші жәптерді бітірдім. Сонымен менің тағы да бір жаңа жинағым даяр. Маған тездетіп баспагер тауып беріңдерші. Мен оны жаңа татымды дүниелермен қалай қамтамасыз етер екен. Мен өлеңді үзіп жұлқып, орай егілгенде кез келген жерде жазуға әрекеттенбегем. Жоқ, поэзия жан бұлқынысы.